Жалпы қазіргі таңда орта бюджеттік смартфондар өте жақсы дамып келеді. Бірақ бәрібірде жақсы, универсалды, заманауи құрылғыны арзан бағаға өкінішке орай ұсына алмайды. Бүгін болса менің қолымда жақын арада Honor компаниясы жария еткен орта бюджеттік X8 сериясындағы Honor X8B смартфоны. Бұл смартфон туралы қысқаша айтып кетсек, қол жетімді бағасына қарамастан сәнді дизайн, жақсы өнімділік және флагмандық деңгейдегі камералар бар дейді. Әрине оны бүгін бірге тексеретін боламыз, сондықтан бастайық. Айтпақшы, бұдан бұрынғы 520 маңызды бағалы ұтты барлықтарымыз құттықтаймыз, және бүгінде дәл сондай ұтыс болады, сондықтан мұқият видеоны қараңыздар және шарттарды өткізіп алмаңыздар. Сәттілік. Honor X8B орта бюджеттік смартфондар қатарында болғандықтан оның комплектациясы аса қызық болмауы тиіс, бірақ та не болса да тездетіп, қорапта не бар екенін бірге көрейік. Ішінде смартфонның өзі, документациясы мен скрепкасы, 1 метр Type-C кабелі және Honor Supercharge 35 ваттық блок питаниясы да бар. Ал енді смартфонның өзімен танысайық. Шынымен де смартфон әдемі әрі сәнді көрінеді, әсіресе жасыл түсте. Жалпы сатылымда сұр және қара нұсқаларда ұсынылған, ал қолымдағыдай түсті ресми түрде Glamorous Green, яғни гламурды жасыл деп атайды. X8B смартфон рамкалары тік, бұрыштары сәл дөңгеленген және металдан жасалынған, камера блогы артқы жақта ұқыпты орналасқан, ал қақпағы тактильді тұрғыдан жағымды материалмен қапталған және өзінің стильді текстурасы да қуантады. Ұзындығы 161 мм, ені 74-5 мм, қалыңдығы 6-78 мм ғана, ал салмағы небәрі 166 граммды құрайды. Яғни смартфон ультра жіңішке, жеңіл әрі қолға ыңғайлы болып келеді. Сол жақта дыбысты реттейтін және қосып сөндіретін батырмасы орналасқан, сонымен қатар ол саусақ ізі сканері болып келеді. Оң жақта біз 2 нано SIM картасына арналған науаны табамыз, ал астыңғы жағында микрофон, Type-C разъемы және де бір динамик орналасқан. Енді Honor X8B'да техникалық тұрғыдан не бар екен? Бұл смартфон Qualcommның 8 ядролы Snapdragon 680 процессорымен жабдықталған, шынымен де жақсы қуатты процессор екенін атап өткім келеді. Бейне үдеткіші болса Adreno 610, жедел жадысы 8 гигабайт, бірақ Honor RAM турбо жадыны кеңейту технологиясы арқасында қосымша 8 гигабайт жүйелік жады көлемін қосуға болады. Ішкі жадысы 256 гигабайт. Смартфонда Android 13 жүйесі және фирмалық Magic OS 7.2 оболочкасымен жабдықталған. Онымен қоса смартфонда әрине NFC, 2 диапазонды Wi-Fi, Bluetooth 5.0 және тағы сол сияқты барлық қажетті заманауи технологияларды да қолдайды. Әрине смартфондардың ең басты жерлерінің бірі ол оның дисплей болып келеді. Honor X8B'де 6.8 дюймді және 2412-де 1080p болып келеді. Бұдан бұрынғы X8-ге қарағанда дисплей IPS емес, AMOLED типті болып келеді. Ажыратымдылығы да жоғарғы деңгейде, сонымен қатар экран өте жарқын, иммерсивті және ең бастысы экранды жаңарту жылдамдығы 90 Гц болып келеді. Бұл сөзсіз мобильді ойыншылар үшін артықшылық болады, сонымен қатар смартфонда көзді шаршаудан қорғау технологиясы да бар, бұл өте маңызды деп ойлаймын. Онымен қоса экранның түрлі тесттерінде жасады, қазір экраннан көріп отырсыздар. Ал енді батареясына келетін болсақ, Honor X8B'да 4500 мАч көлемді аккумулятормен жабдықталған және 35 Вт Honor Supercharge арқасында жылдам зарядтауды қолдайды. Сондықтан бұл смартфон күні бойы сізге қызмет етуге дайын бола алады. Мысалы, смартфон сізге бір зарядпен 46 сағат музыка тыңдауға, 14 сағат видео көруге, немесе 17 сағат интернет серфингпен айналысуға мүмкіндік береді делінген. Ал камераларына келетін болсақ, бұнда шынымен де флагмандық телефондарға сай боларлықтай. Өйткені артқы жағында 3 модульден және жарықтандырудан тұратын әдемі камера блогын көре аламыз. Негізгі камерасы 108 мегапиксель, кең бұрышты және макро модуль 2 мегапиксельден. Ал алдыңғы камерасы 50 мегапиксельді құрайды, достар. Меніңше кейбір смартфондардың негізгі камерасының өзі бұндай сандарға ие болмайды. Яғни басты камерасында мұндай
осындай сенсор қолданылған. Оның арқасында фотоларды айқын түстерде түсіруге мүмкіндік береді. Ал төмен жарықта камера өнімділігін арттыру үшін камера сенсоры NanoPixel Plus технологиясын қолданады. Оның арқасында түнгі фотолар жарқын әрі айқын болып шығады. Ал кең бұрышты камерасы арқылы сіз кез келген әдемі көріністі толығымен түсіріп алуға мүмкіндік аласыз. Онымен қоса макромодуль ұсақ заттарға фокус жасауға мүмкіндік бере алады. Ал 50 мегапиксель фронталды камерасы әдемі селфи жасатып қана қоймай, сонымен қатар түрлі режимдерді қолдайды. Оның ішінде украшения, размытие фоны сияқты фишкалары да бар. Сондай-ақ камералары жасанды интеллект арқылы Honor смартфонына сай түрлі функцияларға ие болып келеді. Ал енді бейнеге келетін болсақ, смартфон тек максималды 1080p және 30 кадр секундына түсіре алады. Бірақ тұтастай алғанда камера өзінің баға сегменті үшін қойылған барлық тапсырмаларды жақсы орындайды. Сонымен қатар камераның түрлі басқа режимдері, мүмкіндіктері баршылық, ол әрине тек қана қуантады. Әрине бұл смартфонмен түрлі мобильді ойындарды да ойнап көрдік. Honor X8B максималды параметрлердегі графикамен қолайлы жұмыс жасай алып, ешқандай баг, лаг немесе қатты қызуы байқалмады. Керісінше бұндай экран мен жақсы техникалық жабдықтауы арқасында ойындарды ойнау комфорт пен жағымды көңіл сыйлайды. Дәл қазір экранда сіздер әр ойынның түрлі геймплейін қалай ойналатынын көре аласыздар. Ал енді достар, қорытындылайық. Бүгінгі Технобро рубрикасының қонағы туралы айтып кеткен барлығын ескере отырып, Honor 8XB-ді стильді әрі универсалды құрылғыны қажет ететін жастар үшін тамаша шешім деп санаймын. Жадының үлкен көлемі, жақсы техникалық жабдықталуы және күнделікті ұстау үшін жағымды жақсы экраны, үлкен батареясы, жылдам зарядтауы және әрине оның камералары, яғни күнделікті сіздердің өміріңіздегі қызықты сәттерді өткізбей жақсы сапада еске сақтарлықтай фотоға, видеоға түсіріп қажет ететін адамдарға орта бюджетте жақсы дос болатынына сенімдімін. Сөйтіп, Honor 8B смартфонын Мечта KZ, Эврика, Технодом, Сулпак, DNS, Vogue, Forest сияқты дүкендерінде 256 гигабайттық нұсқасын 149.990 теңгеге, ал 128 гигабайт нұсқасын 134.990 теңгеге ала аласыздар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Әдеттегідей өз пікірлеріңізді комментарияға жазыңыздар. Бұл смартфон туралы сіздерге ұнаған немесе ұнамаған 3 пікірлеріңіз жазып, қасына ойын айдиларыңызды қалдырсаңыздар, мен келесі Технобро рубрикасында не істеймін? Кезекті 520 алмазды ойнататын боламын. Барлықтарыңызға назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен әдеттегідей Qbro келесі видеоларда кездескенше.